Карлос Кайзерді футбол әлеміндегі ең ұлы алаяқ деп айтуға толық негіз бар. Аладоппен мүлдем дос болмағанына қарамастан, танымал командалар сапында ойнаған. 20 жылдық мансабында Кайзер оннан астам әлемге белгілі клубтармен келісімшартқа отырған екен. Бразилияда туған әрбір бала футболшы болуды армандайды деседі. Бұл елде футбол дінге айналған. Жапоны отбасыда өскен Кайзерде кішкентайынан молшылықта өмір сүруді мақсат етеді. Ал бұған жетудің ең төте жолы футбол болатын. 15 жасында Ботафаго академиясына түседі. Алайда қабілетімен ерекшеленбеген Кайзер қалайда футболда қалуға, кәсіпқой спортшы болуға тырысады. Алдымен ол Бразилия футболының ең дарынды түлектерімен достаса бастайды. Атап айтқанда Ромарио, Рикарду Роши, Бранкомен жақсы қарым-қатынаста болады. Олар жаңа командамен келісімшартқа отырмас бұрын дарынды Кайзерге көз салуды ұсынады. Тым құрығанда бірер ай сынап көруді сұрайды. Келісімшартқа қол қойғаннан соң Кайзер жымысқы жоспарын іске асыра бастайды. Ол жаттықтырушыға әлі бабында емес екенін, сәл уақыт берсе қалпына келетін сылтауратады. Бірақ дайындалудың орнына Кайзер сауық кештерінен шықпай, қыдырудан қолы тимейді. Өзін Бразилияның болашақ жұлдызымын деп таныстырып жүреді. Бір айға жуық уақыт өткеннен соң ештеңе болмағандай жаттығуға кірісе кетеді. Жоспар бойынша жаттығу кезінде өтірік жарақат алып, бірнеше апта медициналық орталықта ем-дом алады. Кайзер ол кезде былай есіне алады. Саным қатты ауырып тұр деп емделіп жататынмын. Ол уақытта МРТ сканер деген болмайтын. Сол себепті бәрі сөзіме сенетін. Жарақатына қарамастан Кайзер өзінің танымалдылығын арттыру үшін түрлі қулықтарға барады. Кезекті ойын алдында футболшылардың қонақ үйден шығуына тыйым салынатын. Сол себепті Кайзер қонақ үйдің бірнеше бөлмесін жалға алып, қыздарды шақырады. Футболшылар ешқайда шықпай-ақ сауық кешін жасайды. Осылайша Кайзер әріптестермен жақсы қарым-қатынас орнатады. Кайзерді танитын футболшылар мен жаттықтырушылар оның жолы болмайтын, үнемі жарақат мазалайтын спортшы деп санайтын. Алайда өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Кайзер Ботафагода ойнап жүргенде ол уақытта сирек кездесетін ұялы телефонмен шетелдік клубтармен келіссөз жүргізіп жүрген сыңай танытады. Әріптестері ағылшынша білмегендіктен оның сөзіне сенетін. Тек команданың дәрігері ғана күдіктеніп жүреді. Бір күні футболшының жоқтығын пайдаланып, телефон тексерсе, ойыншық болып шығады. Ал Кайзердің ағылшын деп жүргені ойдан құраған тілі екені жария болады. Осыдан кейін Кайзер командадан қуылады. Дегенмен ол жымысқы жоспарын басқа командаларда ойнау үшін қолданады. Бұдан кейін Кайзер Фламенго, Васко да Гама, Палмейрас, Флуминенсе секілді Бразилияның танымал командаларымен келісімшартқа отырады. Бангу клубында жүргенде әлі бабына келмеген Кайзерді бас бапкер команданың құрамына қосып қояды. Жаттықтырушы Кайзерге алаңға шықпайтынын, тек қосалқы құрамда отыратын айтып көндіреді. Бірақ ойын барысында бас бапкер Кайзерге қыздарына беруін өтінеді. Алаңға шықса өтірігінің ашылып қалатынын түсінген Кайзер дереу түрде бір нәрсе ойлап табуға тырысады. Бангу клубының жанкүйерлері команданың ойыншыларын балағаттап жатқанын көрген ол шарбаққа көтеріліп, көрермендерге жауап қайтарады. Әрине, Кайзер бұл қылығы үшін бірден алаңнан қуылады. Ертесі Кайзердің әрекетіне ашуланған клубтың президенті Кастор де Андраде кездесуге шақыртады. Бірақ Кайзер оны қалай алдайтынын ойластырып қойған. Құдай о дүниелік болған әкемнің орнына сізді берді деп Андрадені көрсетеді. Мен ешқашан әкемді ұры деп айыптауға жол бермеймін. Сол себепті осы қадамға бардым деп ақталады. Де Андраде бұл сөзден кейін Кайзерге жарты жылдық жаңа келісімшарт ұсынады. Бірнеше жылдан соң Кайзер Еуропаға бет бұрады. Бразилиялық футболшылар кәрі-құрлыққа көптеп кетіп жатқан көрген Кайзер франциялық Газелек клубымен келісімшартқа отырады. Бірақ бірінші жаттығуда кедергіге тап болады. Командаға жаңадан келген футболшының өнерін тамашалауға көп жанкүйерлер жиналады. Кайзердің шеберлігін бағалауға келген жанкүйерлердің көңілін аулау үшін бразилиялық футболшы қитұрғы әрекетке көшеді. Ол допты бірінен соң бірін көрермендер жаққа теуіп, жанкүйерлерді таң-тамаша қылады. Осылайша Кайзер Газелектің сапында бірнеше жыл жүреді. Қазір Кайзер футболдағы қызықты оқиғаларын еске алып сұхбат беріп жүр. Алайда оның қай сөзі жалған, қайсысы рас екенін айыру қиын. Осылайша Карлос Кайзер бірде-бір гол соқпаған шабуылшы ретінде тарихта қалды. Егер мен өз ісіме шын ықыласпен берілгенде, мақсатыма жеткім келгенде бұдан да ары баратын едім, дейді Кайзер.